Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен ит арқасы қиянда тіркесі қайдан пайда болғаны туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Кейбір тұрақты сөз тіркестерін жиі естиміз. Олардың түпкі мағынасын, қайдан шыққанын біле бермейміз. Бүгінгі материалымызда ит арқасы қиянда тіркесі туралы айтатын боламыз. Келесі тақырып бауы берік болсын тұрақты сөз тіркесі қайдан шыққаны туралы айтамыз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ит арқасы қиянда алыс шалғай мағынасындағы тұрақты сөз тіркесі. Неліктен ит арқасы қиянда деп аталғаны туралы әлі күнге дейін интернет беттерінде материал жоқ. Алдымен бұл тіркестегі итарқа сөзінің мағынасын біліп алғанымыз жөн. Итарқа көші-қон кезіндегі екі керегенің басын түйістіріп тіккен баспана. Ата-бабаларымыз көшіп-қонып жүргенде осы баспана түрін жиі пайдаланған. Кейде тіпті кейбір қыстауларға итарқа тігіп сол жерде қалдыратын болған. Көшіп кеткен соң итарқалар көз ұшында алыстап қалады екен. Сондықтан алыс шалғай деген мағынаны білдіруде ит арқасы қиянда деген тіркесті қолданған. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.